Ананас бұл тропикалық жеміс, өзінің ерекше дәмімен көптеген пайдалы қасиеттерімен танымал. Оның тарихы, қасиеттері және қолдану әдістері туралы білу қызықты. Төмендегі ананас туралы қызықты фактілер берілген. Ананас бұл тропикалық жеміс, ол негізінен Оңтүстік Америкада өсіріледі. Ананас алғаш рет Еуропаға 1493 жылы келген. Ананас өсімдігінің биіктігі 1-1,5 метрге дейін жетеді. Ананастың пісіп жетілуіне шамамен 18-24 ай қажет. Ананас өсімдігі бір уақытта бір ғана жеміс береді. Ананас бұл күрделі жеміс, ол көптеген ұсақ жемістердің бірігуінен пайда болады. Ананас өсімдігінің жапырақтары шырынды, су жинап тұрады. Бұл өсімдіктер құрғақшылыққа төзімді етеді. Ананас өсімдік Американың байырғы тұрғындары арасында нанас деп атауы бар. Ананас алғаш рет Гавай аралдарында 18 ғасырда өсіріле бастады. Гавай аралдарында ақш-тағы ең үлкен ананас өндіруші штат болып табылады. Ананастың құрамында бромелайн ферменті бар. Ол ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Ананастың құрамында С витамині көп. Бұл иммундық жүйені қолдайды. Ананас 80%-ға жуық судан тұрады. Ананастың қабығы мен өзегі өнеркәсіпте, әсіресе шырын өндіруде қолданылады. Ананас көптеген елдердің асханаларында тәтті және тұзды тағамдарда пайдаланылады. Ананас шырыны аз қорытуға көмектеседі және қышқылдығын төмендетеді. Ананас гавай тілінде ханакакау деп аталады. Ананастың шырыны дәмдеуіштермен араластырылып, маринад ретінде қолданылады. Ананас бұл қонақжайлықтың символы. Оны көпшілік жерлерде үйлердің кіреберістерінде безендіру элементі ретінде қолданады. Ананас салмағын жоғалтуға көмектесетін диеталық өнім, себебі ол төмен калориялы және талшыққа бай. Ананас тұқым арқылы емес, өсімдіктің шыңынан өсіріледі. Ананасын піскен анықтау үшін оның иісін сезіп, немесе жапырағын тартып көруге болады. Піскен ананасын жапырағы оңай шығады. Ананасты консерверлеу процесі алғаш рет 19 ғасырда басталды. Бұл оның ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз етті. Ананас бөлме температурасында бірнеше күн бойы сақталуы мүмкін, бірақ тоңазытқышта ұзағырақ сақталады. Ананас Америкаға дейінгі кезеңде оңтүстік америкалықтар үшін маңызды азық-түлік көзі болды. Ананас дәндерін кейде парфюмерия мен косметикада қолданады. Ананастың құрамында В6 витамині, магний, калий және марганец сияқты минералдар бар. Ананас жүкті әйелдерге пайдалы, өйткені оның құрамында витаминдер мен минералдар ұрықтың дамуына көмектеседі. Ананастың піскен жемісі тәтті және шырынды, ал шикі немесе піспеген жеміс қышқыл және ащы болуы мүмкін. Ананастың құрамындағы антиоксиданттар теріні қорғайды және қартаюды баяулатады. Ананас ас үй өсімдігі ретінде де өсірілуі мүмкін, бірақ оның жеміс беруі үшін тропикалық жағдайлар қажет.